2025 жылғы 10 қаңтарда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Аталған заңның аясында діни қызмет саласындағы жауапкершілікті көздейтін 490 баптың 1, 3 және 7 бөліктерінде ескерту институты енгізілді. Дін саласындағы құқық бұзушылық үшін айыппұл азайтылды. Сонымен қатар 490 баптың 1, 2, 3 және 7 бөліктерді бұзу бойынша әкімшілік айыппұлдардың мөлшері 50%-ға азайтылды. Ағымдағы жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі, ақпарат, қоғамдық даму, мәдениет және архив ісі салаларында артық заңнамалық регламенттеуді болғызбау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңы қабылданды. Аталған заңның шеңберінде діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналастыру процедурасы жеңілдетілді. Енгізілген өзгерістердің арқасында тұрақты үй-жайлардың орналастыруын бекіту рәсімі келісуге ауыстырылды. Егер бұрын жергілікті атқарушы органдар тұрақты үй-жайлардың орналастыруын әкімдіктің қаулысымен бекіткен болса, қазір процесті жеделдетуге мүмкіндік беретін тек хатпен ресми жауап жеткілікті. Дегенмен, тұрақты үй-жайлар міндетті түрде Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 9 маусымдағы 89 бұйрығымен бекітілген діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы стационарлық үй-жайлардың, сондай-ақ ғибадат үйлерінен ғимараттарынан тыс жерлерде діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайлардың орналастырылуын айқындау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келуі керектігін қызмет алушылардың есіне саламыз.